Қадір түні міндетті түрде істеу керек 7 амал. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Рамазан айының ең қасиетті түндерінің бірі Қадір түні. Бұл түн жай ғана ерекше түн емес. Бұл 1000 айдан да қайырлы түн, яғни шамамен 83 жылдан да артық құлшылықтың сауабына тең түн. Сондықтан мұсылман адам бұл түнді бос өткізбеуге тырысуы керек. Бірақ көп адам Қадір түні нақты не істеу керек, қай амал маңызды деп сұрайды. Сондықтан бүгін біз Қадір түні міндетті түрде істеуге тырысу керек 7 амалды айтып өтеміз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Бірінші, шынайы ниет жасау. Қадір түнін дұрыс өткізу ең алдымен ниеттен басталады. Аллах тағала амалдың көптігіне емес, ниеттің шынайылығына қарайды. Сондықтан бұл түнде жүрегіңізбен былай ниет етіңіз. Я Алла, мен бұл түнді сенің разылығың үшін құлшылықпен өткізгім келеді. Менің дұғаларымды қабыл ет. Шынайы ниетпен жасалған аз амалдың өзі Алланың алдында өте үлкен болуы мүмкін. Екінші амал, қосымша намаз оқу. Қадір түні намаз оқитын ең берекелі уақыттардың бірі. Бұл түні тахажуд намазын, қосымша нәпіл намаздарды, ұзақ сәжде жасауды көбірек орындауға тырысу керек. Намаз Алламен ең жақын байланыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: құлдың Раббысына ең жақын болатын сәті сәжде кезінде деген. Сондықтан бұл түнде сәждені көбейту керек. Ол үлкен сауап. Үшінші амал, Құран оқу. Қадір түні Құран түсе бастаған түн. Сондықтан бұл түні Құран оқу ең үлкен амалдардың бірі. Мүмкін болса, бір сүре, бірнеше бет, немесе толық 100 оқуға тырысу. Ең бастысы, асықпай, мағынасын ойлап оқу. Құран жүрекке тыныштық беретін Алланың сөзі. Төртінші амал, көп дұға жасау. Қадір түні дұғалар қабыл болатын түн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызға арнайы дұға үйреткен. Бұл дұға: уа Алла, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені де кешіре көр. Бұл дұғаны Қадір түні көп айту өте сауапты. Сонымен қатар ата-ана үшін, бала-шаға үшін, денсаулық үшін, ризық үшін, ақырет үшін, еліміздің амандығы үшін дұға жасаңыз. Бесінші амал, тәубе жасау. Қадір түні күнәлар кешірілетін түн. Әр адам қателеседі, бірақ ең жақсы адам тәубе еткен адам. Сол үшін бұл түні өткен күнәларыңыз үшін өкініңіз. Алладан кешірім сұраңыз. Қайта жасамауға ниет етіңіз. Шынайы тәубе жасаған адамның күнәсін Алла кешіреді. Алтыншы амал, салауат айту. Қадір түні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам салауат айтуда үлкен сауап әкеледі. Мысалы, Аллахумма салли аля Мұхаммад ва аля али Мұхаммад. Кім пайғамбарға бір рет салауат айтса, Алла оған 10 еселенген сауап береді. Сондықтан бұл түнде салауатты көп айту, зікір айту, Алланы еске алу жүректі нұрландырады. Жетінші амал, садақа беру. Қадір түнінде берілген садақа өте үлкен сауап. Тіпті кішкентай садақаның өзі, су беру, бір адамға көмектесу, мешітке үлес қосу, мұқтаж адамға ақша беру, бәрі үлкен сауапқа жазылады. Себебі бұл түн 1000 айдан да қайырлы. Яғни бір садақаңыздың сауабы ондаған жылдық сауапқа тең болуы мүмкін. Қорытынды, құрметті көрермен, Қадір түні өмірде қайта келмеуі мүмкіндік. Сондықтан бұл түнді ұйқымен емес, құлшылықпен өткізуге тырысайық. Есте сақтайық,
Қадір түні жасалатын 7 амал. 1. Шынайы ниет жасау. 2. Қосымша намаз оқу. 3. Құран оқу. 4. Көп дұға жасау. 4. Көп дұға жасау. 5. Тәубе ету. 6. Салауат айту. 7. Садақа беру. Аллах тағала баршамызға қадір түнін нәсіп етіп, жасаған дұғаларымызды қабыл етсін. Әумин. Егер бүгінгі тақырып сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз.